Бес қонақ. Сәуірдің ортасында болатын құбылыс. Бес қонақ келгенде күн суытып, қыс қайта басталғандай далада боран, жаңбыр, тіпті қар жауады. Осы күндері қазақ сапарға шықпаған алысқа. Малды да алыс жерге бақпаған. Себебі бұл күндері ауа райы қатты суытып кетеді. Неге бес қонақ деп аталады? Аңыз әңгіме бар. Ертеде бес қонақ жолға шыққан. Күн жылынды деп жеңіл киіммен шығып кеткен. Содан кенеттен күн қатты суытып кетіп, жаңағы жолға шыққан бес қонақ жолда үсіп өлген деп айтады. Сондықтан бес қонақ өтпейінше күн жылынбайды. Бес қонақ 8-нен бастап 18-не дейін, сәуірдің 18-не дейін болады. Одан кейін ар жағында уже құралай болады. Бес қонақ өтпейінше біздер алыс жолға шықпауымыз керек. Сосын жылы киініп жүруіміз керек. Көктемнің желі бар. Бір күні салқындайды, бір күні жылы болады. Бес қонақ ол өзі солай болу керек. Енді каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.